Армысыздар қазақ елі. Міне мына жерді қараңыздар. Вита бизнес орталығы дейді. Бұл негізінде бізді жаңа мемлекеттік мекеме деп жіберіп отыр. 2 ай бұрын жекешеленіп кетті. Сол туралы айтыңызшы, бұл жерде не іздеп келдіңіз бұл жерде? Мен бұл жерге құнды қағаздарды тіркейтін мемлекеттік мекеме ғой, ұлттық банктың. Сол жерде болған, соны іздеп келгем. Абылайхан 141 деп жаңа мекенжайын берді, иә? Жаңағы, Әділет басқармасы берді да, осында келсек, мына Вита бизнес центр отыр. Вита дегенді мен білем. Вита ол баяғы Петр Потапов қой, Қазақ СССР-ның депутаты болған, МЖК-ның төрағасы. Сол МЖК-да өзім осының орынбасары болған, көрдіңіз ба? Қалай құдай? Қалай, гидромаштан шыққан авиастроитель өзі, самолет салатын жігіт. Көрдіңіз ба, еврей. Сонда ол кіммен екеуі су шығарған, Назарбаева Алия, кішкентай қыз бар ғой? Иә. Сонымен жұмыс істеп, бұлар деген қойын қолтық бүкіл мафия болып алған. 1970-80 жылдары еще. Міне, көрдіңіз ба? Айтамыз, ескі Қазақстан өлген жоқ, ескі Қазақстан жаңарып жатыр. 2 ай бұрын алды дейді, жаңа айтып отыр. 2 ай бұрын. Жаңа Қазақстан қайта ескіріп жатыр. Бұны қалай түсінуге болады? Осыған жауап беріңізші, мемлекет басшысы.